Әміре кішкентай кезінде 10 жасында әкесімен бірге еріп Семейге барып, сол жерде әртүрлі жұмыс істеп жүрген кезінде, сол жерде бірінші рет көзге түседі. Бірақ алғаш кезде бұның әншілік таланты тек ауыл аймағында байқалатын болса, негізгісі Қоянды жәрмеңкесіне барған кезінде бұның таланты ашылады, неше түрлі атақты әншілерді көріп, сол жерде бұның таланты тасиды. Бұның жан жолдасы кезде Иса Байзақов екеуі қосылып алады, Қоянды жәрмеңкесінде неше түрлі концерттерді қойып, сол жерде аймақтың бәрін гуілдеп, дуылдатып жүріп атқан. Сөйтіп жүрген кезінде бұл Мұхтар Әуезовтің көзіне түседі. Одан бөлек Затаевичтің көзіне түседі. Сол Затаевичтің көзіне түскен кезінде 25-ші жылы Парижде мына этнографиялық концерт болмай ма, жаңағы бүкіл дүниежүзінің жаңағы ұлттық өнерлерін паш ететін. Соған СССР-дың атынан жаңағы әр ұлттардан осындай хас таланттарды апару керек болады. Содан Затаевич кездегі СССР-дың мәдениет министрі Луначарскийдің құлағына барып сыбырлайды. Осылай Қазақстанда Әміре Қашаубаев деген 1000 жылдан бір туатын жезтаңдай мынандай әнші бар. Егер СССР-дың атынан Парижге Әмірені алып баратын болсақ, мынандай атақ даңқтың бәрін еленіп қайтамыз дейді. Сол кездегі сол концертті ұйымдастырып, сол көрменің көркемдік жетекшісі болып барған, ұмытпасам, Любимов деген болу керек. Сол жерде айтады, егер Әміре бармайтын болса, онда бізге мына басқа шүрім-пірімдерді ертіп апарудың онша мән мағынасы жоқ. Себебі біздің алға ұстайтын негізгі маңдай алды әншіміз Әміре болады дейді. Айтқан айдай келеді, Москваға барады, бірақ барардың алдында бұны Семейде менсің бе, дей сен Москва не қылсын сен деп. Луначарский бір емес 2 рет телеграмма жібергеннен кейін Әмірені амалдың жоғынан ақшасын тауып, шама-шарқы келгенше киіндіріп жібереді. Бірақ барғаннан кейін домбырасы киімі бәрі ескіріп кеткен, оның бәрін жаңалық қайттан тігеді, домбырасын бәрін Луначарский жаңадан жасап береді, шеберлерге заказ беріп, содан Парижге барады тағына. Бұл сол жерде қазақтың дәстүрлі ән шырқаған кезінде әкесінің көзіне көрсетіп жібереді. Залдың бәрі шулайды, фурор болады, аншлаг болады. Содан бұның жабылып жүріп бәрі соңында жүгіріп жүріп записалады. Сонда 25-ші жылы сол жерде диссидент болып қуғында жүрген Мұстафа Шоқайбын іздеп келеді. Соны бұны апарып қонақ қылады, тамақ береді, сосын алып барып бұны моншаға әбден түсіреді, шайындырады, киіндіреді, шашын алдырады. Сосын үстіне бір емес 2 европалық стильде костюм шалбар әпереді. Мындағандай қылып, шоколад қылып, кәмпит қылып киіндіріп қояды. Содан жаңағы елдегілерге бір хат жазып береді, ол хат жоғалып кетеді. Содан бір кісі өте саясатқа шорқақ, сауатсыз адам болған деп айтады енді, ескіше хатты зорға танитын болған. Содан бұл келгеннен кейін Семейде отырып, газетте мақтанып айтып қояды, Мұстафа Шоқайды көрдім, мынандай жігіт екен, ел сағынған екен, ән салдырды, мен киіндірді деп. Дәл сол кезде Мұстафа Шоқай Қазақстандағы болып жатқан келеңсіз жағдайларды қандай жолдармен ақпараттарды алып Парижде жариялап отыр. Сол тыңшын табыңдар деген тапсырма түседі НКВД-ға. Олар іздеп таба алмайды. Дәл сол кезде Әміре барып кепті, Мұстафаға жолықты деген сыбыс шығады. Бұған жабыса кетеді. Ол кезде бұл 26-шы жылы Қызылордада қазақ театры ашылып жатқан, бұл Қызылордаға барған, сол жерде НКВД-ның мұстайттағыны Құдайдың құтты күні тергеу, ұстау, сабау, бұның қанын ішеді. Сөйтіп жүрген кезінде ырың-жырыңменен 34-ші жылы бұл осы жерде Алматы қаласына келді. Темірбек Жүргеновтің кезінде кейін концерт қойын деп отқан кезінде, дайындалып жүрген кезінде 34-ші жыл 7 ноябрь күні бұны түнде өлтіріп далаға тастап кетеді. Содан бастап әншінің бағы ашылмайды, басына қабіріне тас қойдырмайды. Бұны жерлеуге қатысқандардың біреуі Серке Қожамқұл болып тіреді. Ол Жарқын Шәкәрімге 70-ші жылдары осы моласын тауып береді әрең дегенде. Бірақ қанша белгі қояйын десе де КГБ рұқсат етпейді. Тіпті бұның бір юбилейіне арнайы үкімет қаулы шығарып басына тас орнатылсын десе де ол орындалмайды. Оның бәрі ештеңе емес. 91-ші жылы СССР тарап, Советский Союз келмеске кеткеннен кейін мына жерде Кенжекүл Сыздықова деген әпкемізбенен, сосын Дмитрий Гусенцов деген жездеміз екеуі өздері жеке концерт береді, елді аралап жүріп, сөйтіп тағыны елді аралап жүріп, концерт беріп тапқан ақшасына жинап беріп, Жарқын Шәкәрімге келеді тағыны, маған моланы тауып бер, басына тас қоямыз деп. Мына 93-ші жылы бұны қойып атқан кезінде тағы да белгісіз құпия НКВД-ның, кейінгі КГБ-ның, кейінгі КМ-ның балдары мына тастың бәрін бытын шығарып қиратып сындырып кетеді. Бұлар оларға ерекшелеп тағыны Кенжекүл оны қайтадан тұрғызады. Сонымен қазір енді тәуелсіз Қазақстанда мына жалғыз суреті бар мына белгілердің барлығы осы Кенжекүл Сыздықова мен осы Дмитрий Гусенцов деген жездеміздің қойып кеткен тасы. Егер әлі де естеріңізге түсіріп келіп Әміренің әруағына бір құрмет көрсетіп, Құран оқып дұға бағыштайын дейтін болсаңыздар, осы Райымбек әулиенің басындағы қорымға келіп осы Құран оқуларыңызға болады.